Оқулықтың 141-ші бетті ашыңыздар. Жаңа тақырып. Шеңберге сырттай сызылған төртбұрыштар. Сабақтың мақсаты шеңберге сырттай сызылған төртбұрыштың сызбасын қарастырамыз және оның қасиетімен танысамыз. Анықтама. Барлық қабырғалары шеңбермен жанасатын төртбұрышты шеңберге сырттай сызылған деп атайды. Сызбасымен танысайық. Ол үшін алдымен шеңбер сызамыз. Және де сырттай сызылған төртбұрышты сызайық. Яғни төртбұрыштың әр қабырғасы осы шеңбердің жанамасы болып табылады. Теорема. Егер төртбұрыш шеңберге сырттай сызылса, онда оның қарама-қарсы қабырғаларының қосындылары тең болады. Қысқаша түрде қарастырайық. Шеңберге сырттай төртбұрыш сызамыз. Оның қабырғаларының аттарын беріп кетейік. А, Б, С, Д. А қабырғасын қарастырсақ, оған қарама-қарсы С қабырғасы жатыр. Яғни А қосу С-ның қосындысы тең болады. Келесі Б-ға қарама-қарсы Д қабырғасы жатыр. Яғни Б қосу Д деп жазамыз. Теореманың қысқаша жазылуы А қосу С тең болады Б қосу Д. Теореманың дәлелденуін оқулықтың 141-ші беттен қарап танысасыңдар. Осы теореманы есепте қарастырайық. Номер 322-ның асы. Ретімен алынған қабырғалардың қатынасы 2, 3, 4, 3 қатынасындай болатын төртбұрышқа іштей шеңбер сызуға бола ма? Шешуі. Сызбасын сызайық. Осы қатынастарға x-терді тіркеп шығайық. Әр қабырғаға ретімен осы қатынастарды белгілеп шығамыз. 2x, 3x, 4x, 3x. Қарама-қарсы қабырғаларын қосып теңестірейік. 2x-ге қарсы 4x тең болады. 3x қосу 3x. Қосайық. 2x қосу 4x 6x, 3x қосу 3x 6x. Теңдік тура шықты. Егер теңдік тура шықса, онда төртбұрышқа іштей шеңбер сызуға болады. Мысалға қарап, келесі тапсырмаларға көшейік. Номер 322-ның әсі 323, номер 324.